Бөбек бесігінің бас жағына үкінің аяғын іліп қою ырымы бар. Ескі нанымдарға қарағанда бұл үкінің аяғы баланы бәле-жаладан қорғап тұрады-мыс. Оның осындай қасиеті болғандықтан үкі аяғын баланың бесігіне ғана емес, ұзақ ауырып жатқан адамның бас жағына да байлау ырымға айналған екен. Дін ұстанушылар бұл Аллаға серік қосу, бала амандығын Аллаға емес, өлі құстың бөшегіне тапсыру арқылы жасалатын шірік амал дейді. Енді мұның шындығы қайсы? Шындығында үкі құсының өлі денесі бәле-жаланы аулақтатып тұратын қасиетке ие, бірақ ешқандай тылсымдығы жоқ. Онда қалай дерсіз? Егер үкінің аяғын ордалы жыланның ордасына тастап кетсеңіз, жыландар сол күні-ақ ордасын тастап көшіп кетеді екен. Тышқан секілді кеміргіштер де үкі иісі шыққан жерге жуымайды. Неге? Себебі үкі жылан, тышқан жеп қоректенетін құс. Сондықтан оның иісі шыққан жерге әлгіндей пәле-жале жуымайды екен. Құдды мысық иісінен қашқан тышқандар секілді олар да қашады екен. Қыздың киіміне үкі тағудың да бір сыры осы. Мәселен, сәукеле жылдап дайындалатын киім. Дайындау кезінде абажаға салып қояды. Сол кезде тышқан тесіп кетуі мүмкін. Немесе сәукелені киіп көру үшін қыз қолына алған кезде ішінен жылан не тышқан шығып жатса қорқып кетеді емес пе? Ал киімінен үкі қауырсынның иісі шығып тұрса, ештеңе жоламайды. Сондықтан үкі аяғы тылсым күш арқылы бәле-жаладан қорғайды деп емес, оның иісіне бәле-жала жоламайды деп қарауымыз керек. Бүгінде үкі аяғын бесіккене ауырған адамның бас жағына ілуге бола ма деген сауалға екі жағдайда жауап беруге болады. Егер бесік егіс алқабының не өзге де далалы жердегі ата-аналардың қолында болса, баланың қауіпсіздігі үшін ілуге болады. Себебі киіз үйде, далалық жайылымдық жерлерде жыландар бесікке жақындауы мүмкін. Ал үйде, оның ішінде көп қабатты үйлерде жылан мен тышқандар болғандықтан маңызы аз екен. Үкінің тырнағы істік, ал жындар істік нәрседен сескенеді деген сенім де дін өкілдерімен мақұлданған жоқ. Бастысы бұл ырым сақтық үшін жасалынғанын ұмытпауымыз қажет.